Құрметті көрермендер, мен Назарбаев зияткерлік мектебінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Искакова Роза Абылайхан қызымын. Мен бүгін сіздерге соғысқа қатысып, елге аман-есен оралған екі атам туралы айтқым келеді. Себебі менің әкем Абылайхан осы аталарың туралы бір мақала жазшы, немесе бір дүние қалдыршы деген өтініш айтып отырады әлі де. Соның орайы бүгін келіп отқан сияқты. Ысқақ бабамның екі ұл, екі қызы болған. Сол екі ұлдың бірі менің атам Искаков Омархан. Бастапқыда Фин соғысына әскерге алынып, содан әрі қарай Ұлы Отан соғысы басталып, әскер қатарында қалып, соғысқа қатысқан. Осы екі атам арнап өлең жазған едім, сол өлеңдерімнен үзінді келтіре кетейін. Не көрмеді сорлы қазақ алмағайып заманда, жапа шекті әке, ана, тіпті сайын далаңда. Кетті бір ұл әскер асып батысқа, Фин соғысын Құдай басқа салғанда. Сол соғыстың азабы бар, соры бар, сағыныштан сарылатын зары бар, отан айтқан борыш биік тұрғанда, өз мүддеңді биік қоймау заңы бар. Соғыс, ұласатын күн туды, солдат одан қойды тіпті үркуді, неміс ашып, ұлы соғыс тарихын, отан қорғау міндеті бар күн туды. Фин соғысы Ұлы Отанға ұласып, кетті солдат түтінді жол қырасып, басқа түскен шырғалаңды тағдырда, сұр шинелмен, оқ дәрімен сырласып. Атам Мәскеудегі Динамо стадионын қорғаушылардың бірі болыпты. Содан соң елге оралып, отау құрып, 5 ұл, 2 қыздың әкесі атанды. Мен атамның тұңғыш немересімін. Ал екінші атам, менің кіші атам Искаков Асылхан. Ол кісі де соғысқа қатысып, қолындағы бір саусағының кемдігі болмаса, дін аман елге оралды. Асылхан атамның да жүріп өткен жолы бір дастанға тұрарлық. Соғысқа алынғаннан кейін пулеметшінің көмекшісі болған екен. Немістер шабуылдағанда пулеметші жараланса керек. Содан тізгінді өз қолына алып, бір орыннан емес, пулеметін бірнеше жерге орын ауыстырып, немістерге оқ атқан көрінеді. 1941 жылғы тамыз айының өзінде соғыстың басталғанына небәрі 3 айға болғанда орден Красной Звезды атағын алып, Калининнің қабылдауында болған екен. Сонда Калинин нендей тілегің бар, қандай бұйымтайың бар деген көрінеді. Калининге жауап қатты сонда солдат тайса алмай. Үйде қарт бар, сүйеу жоқ айбыным, сарылуда кеудесінде қайғымың, екі арысы отан қорғап отты боран кешуде, ішерге ас, киер киім таппай отыр байлығым. Екінші бір тілегім бар, алдымдағы ағамды көрсем деймін, азаматты арыс тұлға жағамды. Ағам алыс жерде емес, осы Астана, Мәскеуде жолықтыршы, қауыштыршы, биік тұтар бағамды. Аз ойланып, Калининде адам ғой, адамдықтың адалдығын ала жүрген данаң ғой, екі тілек, екі өтініш орындалып әманда, көмекпенен кездесуді Құдай іс қып салған ғой. Орындалды бірінші арман тілегі, елде қалған әкеседі тірегі, военкомат ай сайынғы көмек ақша бұйыртып, қарт ай сайын алып тұрды керегін. Бірді айтып, бірге кетпей бітпес мына күндерден, Калининнен не байқадың ерге берген сөздерден, екінші арман тілегеді, ағасы еді жағасы, қауыштырды сәтті сапар кездерде. Аға іні, ағайынды арыстар, соғыс күні ара соның қарыштар, замандарда табысып кеп қауышты, екі бала сағынышпен өтеді көп борыштар. Бірге болды, бірге жүрді, сурет түсті сол дәлел, мұндай бақыт, мұндай сәтті кім берер, Алла жазып ниеттері қабыл боп, қос азамат елге оралар күн келер. Жұрт қызықты, қартта жоқ қой бөтен ой, әрине ол қиын қыстау заман ғой, хат қазармыз ақша түгіл баладан, деп тамсанып салды қартқа талапты ой. Қарт қуанды, медет тұтты, қос баласын қарғасын, түн тіледі, күн тіледі, амандығын жалғасын, қолға түскен тиын тебен азығын, бөлісетін көмек етіп барғашын. Адам пенде жаман пиғыл дарытады бойына, пайда тауып оңай олжа ой салады ойына, әскериді оңай олжа ойы алға жетелеп, қарт олжасын болдырмаяқ бергізбей-ақ қойды да. Қарт ақшаны айлап түсер күтпеді, ой қалмады, неге әскери бермеді, мүсе тұтты қос арыстың амандығын соғыста, тілеу тілеп үкілеген үмітінде үзбеді. Ақша емес арыс керек азамат, ел тілегін орындайтын қолғанат, қарт тілегі қабыл болар күн туды, екі арысың елге оралды ғажап-ақ.
Келе сала қарт ертеді екі ұлын екі жақ, бетке алады ел жиналар ығы-жығы базар жақ, алар жоқ қызықпайды керек емес ештеңе, бары нарын ел көргені қасында тұр көңіл тоқ. Түске дейін аралатты базарды ол ұлдарға, қарамады саудагер мен қалтадағы пұлдарға, тек мақсаты жұрт көрсекен екі ұлын арысын, мақтанатын, марқаятын алда келер жылдарда. Асылхан атам осы соғыстан оралғаннан кейін әкесінің неге бұл ақша сізге келмей қалды, неге кейін алмай қойдыңыз деген сұрақтарды қойғанда атасы әкесі айтқан екен, жоқ балам, сенің аман келгені маған үлкен бақыт деп. Барып жаңағы трибуналға берсе де, басқа жазса да болатын еді, бірақ оған әкесі тоқтатқан екен. Сонымен жұрт хатқа зарып отырғанда әкесіне Калинин арқылы ақша жолдаған екен. Міне осылай менің екі атам да бірі 80-нен асып, екіншісі 90-ға таяп өмірден өтті. Екеуі де елдің құрметіне бөленіп, балаларының қызығын көрді. Сіздермен осы аталарым туралы бір естелік айтқым келген. Сіздерге назарларыңызға көп-көп рахмет.